Белсенді ел республикалық жобасының бүгінгі қонағы өзін Найманның қызымын, Арғынның келінімін деп таныстырған Әсия Дәулетхан. 41 жаста, заң ғылымдарының кандидаты, мамандығы заңгер құқықтанушы. Қазіргі уақытта ғылыми сарапшы қызметін атқарады. Тұрмыста 3 қыздың анасы, әр күнін жоғары бағалай білетін Әсия бос уақытын қалт жібермейді. Жүгірумен, йогамен айналысады, велосипедте тебеді. Бүгіндері Ironman командалық эстафетасына дайындық жасауда. Әлеуметтік желілеріңізде, әсіресе Instagram парақшасын қарап, отбасыңызбен спортқа жақын адамдар екеніңізді көрдік. Сонда бір суретке де көзім түсті, марафонға қатысқан екенсіз, қасыңызда жолдасыңыз болады. Сонда ол кісі де жүгіре ме? Ол жүгірмейді, бокспен айналысады. Менің қызым жүгіреді, 3 қызым да жүгіреді. Олар BI марафонда орын алған. Қазір үлкен қызым велоспортта, триатлонда қалалық сайыстарға қатысып, әрдайым орын алып жүреді. Адамдар мысалы үшін көбінесе артық салмақтан арылу үшін жүгіріп жатады, спортпен, дене белсенділігімен айналысып жатады. Яғни дене мүсініне мән бере отыр. Біреулері денсаулық үшін. Ал сіздің мақсатыңыз не болды? Денсаулық үшін болды. Мен 3-ші қызымды дүниеге алып келдім. Содан кейін онымен коляскамен серуендеп жүрген кезде ұйықтайтын, ол кішкентай болған. Сосын Facebook қарап отырдым. Ол кезде Facebook активный болды. Сонда жазыпты, қалалық бір жарыс ұйымдастырылады. Кез келген адам, спортшы емес, әуесқой адамдар келіп қатыса алады депті. Содан звондадым. Мен қатыссам бола ма деп. Әрине келіңіз, 3 километр жүгіреміз деп айтты. Содан жексенбі күні тұрып бардым. Сол кезде бірінші рет көрдім. Адамдардың қалай жүгіретіні, қалай жаттығу жасайтыны маған қатты қызықтым. Аяғымда кроссовки да жоқ, ботинка, лыжный костюм. Енді күнделікті баламен декретте отырған кезім ғой, баламен жүргенге ыңғайлы киімді сол жерге де киіп бардым. Себебі менде даже киім болған жоқ, сондай арнайы. Сөйтіп басталды, 3 километр жүгіріп келе жатырмын, бітпейді. 3 километр деген маған қазіргі 30 километр сияқты болды. Ешқандай дайындықсыз. Одан кейін келдік, бізге ыстық шай берді, компьютер берді, маған 2-ші орын берді. Мен деген тіпті сол жерде өзімді мүлдем басқаша сезіндім. Сосын ойладым, егер осындай адамдар жүгіріп бастап жатса, мен неге қосылмаймын деп, сол күннен бастап аптасына 3-4 рет жүгіріп бастадым. Кейбіреулер айтты, бала емізгенде болмайды, сүттің құрамы өзгеріп кетеді деп. Мен бірақ қатты жүгірмей, ақырын бастап жүгірдім. Содан емшектен шығып қалады деп, ембей қалады бала деді, бірақ ондай болған жоқ бізде. Ешқандай кедергі келтірген жоқ, көмегі тимесе. Бізге ұнады, менің отбасымда спортшылар емес тұғынбыз, ешқайсымыз. Содан бастап мен балаларыма айттым, жүгірейік, жүріңдер. Емізетін балалары бар, келіншектерге, аяғы ауыр келіншектерге үлкен кеңес қой. Яғни сонда сізген керісінше осылай жүгірген үлкен пайдасын тигізді, иә. Себебі сосын мен коляска сатып алдым, жүгіруге арналған 3 дөңгелекті. Соған баланы салып алам. Ол ұйықтайды ғой кішірек кезінде, содан жүгірем. Сосын бір күні бір кісі айтады, қызым-ау, не болды, соншама қиналып, мына баламен жүгіріп келе жатсың, бір жаққа асығып бара жатырсың ба деп. Сонда мен ойладым, адамдарға бұл ерсі көрінеді екен ғой, мен не істеп жүрмін деп. Бірақ басқаша жүгіре алмаймын. Баланы тастайтын жер жоқ қой. Егер оны себеп қылып отыратын болсам, мен диванда отырып қалатын едім. Оның бәрін ойладым. Мейлі адамдар не ойласа, енді соны ойлайды, әркім өзіне ерікті, бірақ мен жүгіруімді қалдырмайын деп. Балам өскен кезде, сосын 39 жасымда велик айдап үйрендім. Оны да бердім, онымен бірге өзім үйрендім. Беговелдан бастадық біз, содан кейін осылай үйреніп, қазір қыздарым 3-еуі де велоспортта, мен де велик айдап жүремін. Балаларым спортпен айналысады дейсіз, олардың өз еркілерімен айналыса ма? Өз еркілерімен, иә, бармаса жылайды. Неге бармаймыз? Мен неге бармай қалдым? Кішкентай қызым кейде мен машина сынып қалады, бір үйде жағдайлар болады, кісі келіп қалады. Сол кезде бармай қаламыз, аптасына 2-3 рет бару керек негізінде. Сол кезде айтады, мен неге бармай қалдым? Бүгін неге мені апармайсыңдар? 5-те. 5-те, иә, ұмтылып тұрады. Неге мені апармайсыңдар? Апарыңдар деп солай. Не дұрыс қой, осында кішкентай кезінен бастаса, балаға бұл әдет ретінде қалыптасады. Ал жаңа 3 балам бар дедіңіз. 3 қыз 15-те. Ол кісілер қалай бұл спортқа? Спортқа жақсы қарайды. Мама, сенің арқаңда біз спортқа келдік
деп айтып отырады. Сосын қызымның айналасындағы араласатын балалар қызығып қарайды екен. Сендерде бәрі жүгіреді, бәрі велик айдау білесіңдер. Ал біз айтсақ үйде уақыт жоқ, жұмыс, ой айдау білмейміз, ұят деп солай айтады аналарымыз деп айтады екен. Яғни міне расында да көп адамнан сұрасаң, дене белсенділігімен, спортпен шұғылданасың ба десек, ой уақыт жоқ дейді. Уақыт жоқ дейді. Ал сіз қалай табасыз? Енді балаларыңыз да бар, отбасыңыз бар, жұмыста істейсіз. Уақытты қалай? Мен алдында жұмыс істеген кезде ғылыми жұмыста жүрдім. Таңертең баланы ерте садикке апарып тастаймыз, кешке келгеннен кейін кухняның жұмысы бар. Мүлдем өзіме уақыт қалмады. Декреттен шыққаннан кейін 3 күн отырдым, жүгірмедім, ешқандай белсенділікпен айналыспадым. Және жұмыста да көзқарас кішкене дұрыс болмады оған. Сосын 4-ші күні киімімді алып келіп, бізде министрлікте болды ол кезде жұмысымыз. Үзіліс 1,5 сағат болатын. Неге мен пайдаланбаймын мына үзілісті деп ойладым да, ол кезде мына набережныйдың жүгірдім солай, киініп алып. Келгеннен кейін жұмысқа келем, кабинетке кіріп, басқа киімдерімді киіп алам, душ болды еще жұмыста. Душ қабылдаймын. Солай мен күнде жүгіріп жүрдім. Аптасына 5 рет, 6,5-7 километрге жетеді уақыт. Сол уақытта жүгіріп жүрдім. Ал қазір таңертең жүгіреміз біз. Яғни адамның ынтасы болса уақыт табу оңай дейсіз ғой. Сосын ол жерде күзетшілер кіргізбейміз. Бізде дресс-код болды да жұмыста. Мұндай киіммен сіз шығып жүрсіз, болмайды деп сөйтіп айтты. Сонымен айтам, бұл менің түскі үзіліс уақытым, менің жеке уақытым. Не істеймін, өзім білем. Ал егерде сіз қарсы болсаңыз, маған құжат түрінде көрсетіңіз оны деп күзетшілерге солай айттым. Олар айтты, бізде жалпы құжат бар, бірақ сізге қатысты біз құжатты алдырамыз онда деп айтты. Сөйтіп менің жүгіруіме қарсы болды басында, бірақ кірген шыққан сайын біз карточкамен кіреміз, карточкамен шығамыз. Олар айтты, болмайды. Мен тыңдаған жоқпын, жүгіріп жүрдім. Сосын үйренді барлығы. Сонда бір күні тренерімді кездестірдім көшеден. Соны айтады, бүкіл министрліктер үйінде жалғыз сіз жүгіріп жүрсіз ғой деп айтады. Бірақ кейін адамдар қосылды. Көріп, бұның болатынын, іске асыруға болатынын байқап, қазір қараймын, набережныйда министрліктің алдында көп адамдар жүгіріп жүреді. Спорт адамның жауапкершілігін арттырады бірінші кезекте. Бір адамдармен кездесіп жүгірген тіпті пайдалы екен. Сіз алдын ала келісіп қоясыз да, ол адамдардан ұят болады деп, міндетті түрде сол күні, мысалы таңғы 6-да 5-те келесіз. Жауапкершілік адамның артады. Яғни сіз осы уақытқа дейін неше марафонға қатыстыңыз? Қалалық марафондарға, мен марафон 42-де 2 жүгірген жоқпын әлі. Өзімді әлі де морально дайындап келе жатырмын. 42-де 2 бұл марафондық дистанция. 42 километр, 42 шақырым жүгіру керек. Ал мен 10, солай 21 жартылай марафон дейді, сондайға қатыстым. Қалалық марафондарға қатысам, себебі ол жерде спорттық іс-шара болады, көңілді, атмосферасы мүлдем басқаша, басқа кісілерді көресің. Сосын көрмелер болады, спортқа арналған тауарлар сатылады. Марафонға қатысудың бір өзінің ережесі бар ма? Ережесі бар. Кім қатысқысы келеді, және кім өзін дайын деп есептейді, расписка береміз ғой, өз денсаулығымызға өзіміз жауаптымыз деп. Сосын жарна төлеу керек. 3.000-нан 5.000-нан басталады сондай болып. Әртүрлі дистанцияның бағасы әртүрлі. Сосын келіп жүгіреді адамдар. Сосын медаль береді. Көңіліңіз көтеріледі дейсіз. Көңіліңіз. Енді алғашқы марафон сонда неше шақырымнан басталды? Алғашқы марафон 5 километрден BI марафонда бастадық. Қызым қатысып сол кезде орын алды. Өзім орын алған жоқпын, бірақ жүгіріп сол қуанып, мәз болдым. Менің ортамда араласатын бірде-бір адам болған жоқ жүгіретін. Ал қазір менің айналамның барлығы жүгіреді, барлығы спортпен айналысады. Орта араласатын ол өте адамға өзінің ықпалын береді екен, тигізіп тұрады. Сен айналаңда адамдар немен айналысады, қалай сөйлейді, не жейді мысалы, қайда барады, қандай музыка тыңдайды тіпті. Оның барлығы бізге әсер етеді екен. Бейсаналы түрде, саналы түрде әсерін береді. Мен соны түсіндім, ортам мүлдем өзгерді араласатын. Содан қазір барлығы бір-бірлеріңізді спортқа мотивировать етіп тұрамыз, сонда.
қарайсың, анау боран болып жатқан кезде, осы паркта қар толып тұрған кезде шығып жүгіріп жүргенін көресің. Сұрайын дегем, иә, біздің Астананың ауа райы құбылмалы. Сіз ауа райын таңдап жүгіресіз бе, жоқ әлде міне осындай таңдамаймыз. ыңғайсыз ауа райы болып тұрса, суық, боран, жаңбыр жүгіре бересіздер? Иә, басында ойлайтынмын, жүгіру тек ауа райына байланысты шығар деп. Бірақ айналамдағы адамдарды көрем, боранда да, желде де, барлық уақытта мынау су болып шылқып жатқанда да жүгіріп жатады. Великте айдап жатады. Сосын Есіл өзенінде суға да түсіп жатады. Соның бәрін көріп, өзіміз шектеп бір рамкаға салып қоятынымызды түсіндім. Адам бәрін істей алады екен. Сосын айналамдағы адамдардың артынан ынта, жігер болу керек сияқты, және мақсат қою керек сияқты. Оларды көріп, морждар болып кетті. Мен жүгіретін достарым, олардың артынан барып, мен де морж болдым. Біз Есіл өзенінде ақпан айына дейін суға түсіп жүрдік. Жүгіреміз, содан кейін жаңағы мұзды ойып қояды, бассейн сияқты жасайды, 4 бұрышты қылдырып, ер кісілер мұзды ояды, сол жерде суға түсеміз. Денсаулықтарыңызға ешқандай жоқ, ол жақсы әсер берді бізге. Ол жерде қан айналымы жақсарады. Басында әрине қорқынышты. Мына Астананың енді суық екенін білесіздер. Қыста қандай аяз болады. Жүгіріп келіп, ана суға гүмп етіп түскен кезде, қақаған аязында. Қақаған аязда. Ол бір керемет сезім береді адамға. Ешқандай денсаулыққа былай қалай бір әсерлер, кері әсері болған жоқ қой? Басында олар өздері айтатын, егерде варикоз болса, кішкене байқау керек, жүрек ауруы болса деп. Басында аяқты салып көргенде, ана су тастай болғанда, тастың тасы, мұз болып қатып жатқан су ғой. Бірақ түсіп шыққаннан кейін адам өзін бір жаңа туылғандай болады. Ерекше сезімде. Осыны мен істей алдым, мұзда, суда жүрдім деген сияқты. Өте керемет екен. Ал енді сіздің жолдасыңыз, балаларыңыз сізбен бірге солай суға мен бірінші өзім барып көрдім. Мен барлық жерде бірінші өзім барып көрем, бірінші өзіме сынап көрем. Мен егер мен істей алсам, олар тіпті істей алады деп ойлаймын. Сосын көршілерім де айтады, сізге қарап, сізді қарасаңыз дейді, спортпен айналысатын адамға мүлдем ұқсамайсыз дейді. Бірақ ылғи жүгіресіз, ылғи велик айдап жүресіз. Соған қарап біз ойлаймыз дейді. Жай адам, қарапайым біздің ортамыздағы адам осылай істей алса, мен де істей аламын деп адамдарда сенімділік пайда болады екен. Сөйтіп менің талай құрбыларым да жүгіріп кетті. Ешқашан жүгірмеген, ұялып, қорқып жүрген, өзіне сенімі артып, осылай жүгіріп спортқа келді. Жоқ, жаңағы суға да балаларың? Суға да өзім бірінші барып көрдім. Одан кейін қызымды алып бардым, жолдасымды алып бардым, көріңдер. Тренер сияқты жатыр? Ол жерде инструктор болды, инструктор тұрады, осылай істе, демал, терең демал деп. Солай суға түскенде адам денесі, қалай деп айтады, қан қысымы артып кетеді екен. Қатты суық қой. Дәрігермен барып келісіп алдыңыз ба, осылай мен жүгірумен айналысамын, енді осындай суық суға түсуді үйренейін деп жүр? Жоқ, дәрігерге бармадым, себебі өмір бойы дәрігерлерді тыңдап келдім 36 жасыма дейін. Дәрігерлерге салса, маған мүлдем жүгіруге болмайды, мүлдем дене қозғалысымен айналысуға болмайды, себебі көздің қан тамырлары сетчаткасы жарылып кетеді деп, мен бала кезімнен солай секіртпей, жүгіртпей солай ұстады. Тек бассейнге баруға рұқсат беретін, онда да хлор жеп қояды, көп барма деп бассейнге баратынмын, басқа ешқандай айналыспадым. Сосын осы жүгірердің алдында маған айтты, жүректі УЗИ-ға түсіріп көріңіз, соны жарай ма жүгіруге сіздің. Сосын бардым, олар айтты, сізде уже возраст, қайдағы жүгіру, тише отырыңыз үйіңізде, аяғыңыз майтабан, артық салмағыңыз бар, жүгіру сіздің не теңіңіз деді. Жүгірмеңіз, секірмеңіз, болмайды денсаулығыңызға. Көзіңіз, менің көзім -6, көзіңіз тіпті құрайды, соқыр болып қаласыз деп. Солай қорқытты. Сосын мен ойландым, сосын қарадым. Неге мен
өзімді рамкаға сала беремін, осы көрейінші, барлығы жасап жатқан зат қой, көрейін деп. Бұл дәрігерлердің кішкентай кезіңізден айтқан ақыл кеңестері ме сол 2015-те босанғаннан кейін барған кезімде жүрегімді түсірдім, олар тағы да солай айтты, керек емес сізге бұл. Өмір бойы жүгірген жоқсыз, не қыласыз жүгіріп, қажеті жоқ деп сөйтті. Ал енді қазіргі денсаулығыңыз қалай, сонда 4 жыл бұрын айтылған кеңестер қазір қалай солай келді ме? Жоқ әлде сіз денсаулығыңыз? Жоқ, менің көзім қазір жақсарды. Көзім қазір -6-дан -4-ке барды. Денсаулығым бәрі жақсарды. Мен оның алдында бірнеше рет операция болып, сондай денсаулығым болмаған еді. Ал қазір денсаулығым бұрынғыдан жақсы. Көңіл күйім жақсы, араласатын достарым көбейді, қызығушылықтарым бар. Сосын сыйлық алғанда ол да жақсы. Қазір хоббиім болғандықтан маған пайдалы сыйлықтар ұсынады. Мысалға, мынандай сағат, мына жүгіргенде пульс бәрін көрсетіп тұратын. Сыйлыққа келген? Сыйлыққа жолдасым алып берді. Сыйлық алу, қалай десем болады, көңілді қуантады. Жақсы көңіл күй көп нәрсеге әсерін береді ғой. Қазір қанша уақыт жүгіресіз және қанша шақырым жүгіресіз қазіргі уақытта? Әр кезде әртүрлі, аптасына 3-4 рет жүгіреміз. Оның ішінде біреуі ұзақ жүгіретін 16-21 километр сондай. Жай күндері ең аз дегенде 7 километр жүгірем. Себебі былай айтады, 40-50 минуттық жүгірген кезде ғана адамда денесінде белсенділігі артып, қан айналымы жақсарады, бауыр өзін-өзі тазалайды деп айтады. Қазір көп енді әдебиеттер оқимыз ғой, жүгірудің қандай пайдасы, зияны бар, ол туралы. Негізі пайдасының плюстары өте көп. Жаңағы 7 километр 40 минутқа шығады шамамен. Тоқтамай жүгіресіз? Тоқтамай жүгіреміз. 16 шақырымды еңсеру? Тоқтамаймыз ол кезде де. Жүгіреміз, сөйлесеміз, сөйлесіп келе жатып жүгіреміз. Біз ешқандай рекордтар қоймаймыз. Жай өзіміздің денсаулығымыз үшін ақырын, өте баяу да емес, бір темпті ұстаймыз, сөйлей алатындай темп. Сонымен сөзімізді айтып, әңгімемізді жіберіп, жүгіре береміз. Осындай. Енді сіз көбінесе қай уақытта жүгіресіз? Таңертең? Таңертең. Қай уақыт сізге пайдалы деп ойлайсыз көбінесе? Енді негізі таңертең немесе кешке жүгіреді адамдар, бірақ уақыт тапқан адам кез келген уақытта жүгіру керек. Себебі бір уақыт рамкасына салатын болсаңыз, тағы да қол тимей қалады. 1 сағат адамға өзіне бөлуге әбден болады деп ойлаймын. Таңертеңгілік ол ұйқының есебінен әрине. Ұйқыңызды қиып, шығып, жүгіріп келіп, сосын таңғы ас әзірлеймін мысалы балаларға. Ой, біз енді тұрып жатсақ, мама уже жүгіріп келді, фотоға да түсіп үлгерді, тамақ та жасап қойды деп солай айтады біздің үйде балалар. Олар кешкісін айналысады спортпен. Балалар, иә. Олар ұйқыларын қимайдаса. Мен өзімде мысалы үшін енді балалары бар әйелдерге енді бізге мүмкін ол сылтау да шығар, енді баламызды мектепке апарамыз, бала бақшасы бар, сондықтан да таңертең өзіме бір уақыт жоқ сияқты көрінеді. Таңертеңгілік уақыт тым тапшы секілді көрінеді. Менің айналамда адамдар бар, таңғы 4-те тұрады, таңғы 4-те стартта уже жүгіріп бастайды. Ол үшін кемінде 3-тен өте тұру керек қой. Ол үшін адам өзінің ұйқысын реттеп 9:30-10-ға дейін жатып қалады екен. Менде әзірше 4-те 1-2 рет қана жүгіргенім болмаса, 4-те жүгірмеймін. Мен 6-да, 7-де жүгірем әдетте. Себебі тым ерте қараңғы. Ал енді бір таңертеңгілік пен кешкі жүгірудің айырмашылығы бар ма? Бір пайдасы өзіңізге деген, көңіл күйіңізге, денсаулығыңызға, жоқ әлде әсері ешқандай? Әрине әсері бар, бірдей емес. Таңертең жүгіргенде күні бойы адам энергиясы тасып, мен уже жүгіріп болдым, өзім үшін уақытымды бөлдім деп бір ішкі қанағаттанарлық бір сезімде болады. Ал кешкісін ойлайсың, мен бүгін жүгірмедім, жүгіруім керек. Сосын шығасың, кешке тамақ ішіп алып, кішкене қиындау сияқты. Бірақ кешкі жүгіргенде мен темпім жоғарырақ болады. Таңертеңге жүгіргенге қарағанда организм оянған, отырып, жүріп, шаршаған, ал жүгіргенде керісінше демалатын сияқты бір жағынан. Енді
былай айтады ғой, қандай дене белсенділігінің болмасын, спорттың болмасын, қай түрмен айналыссаң да өзіңе бір ләззат әкелетіндей бір сезімде болу керек. Әйтпесе ешқандай саған пайдалы әсері болмайды деп. Сонда сіз таңертең таңғы 6-да өзіңіздің осындай мен жүгіруім керек деген сезіммен емес, жоқ, мен өзіңіздің қалай ынтаңызбен, яғни өзіңіз үшін жүгіргіңіз келіп бастайсыз ба? Иә, барлығы мақсат, қойылған мақсатқа келіп тіреледі. Мысалы аптасына бір белгілі бір жүгіру көлемі бар өзімізге қойған, соны орындауымыз керек. Мысалға мен осы айда бір айда мынанша қашықтықты жүгіремін дейсіз, оны апталарға бөлесіз, оны күнге бөлген кезде егер бір күн жүгірмей қалсаңыз қойылған мақсатқа жету кішкене қиынырақ, келесі күні одан көп әрекет жасап мақсатқа жету керек болады. Ал егер оны күнделікті істейтін болсақ, біз онда азырақ күш жұмсай отырып біз мақсатқа оңай жетеміз. Өз қалауым, өз еркіммен, ешкім мені мәжбүрлемейді, сен жүгір, жүгірме, олай емес. Өзім шығам ерікті түрде. Қазіргі ауа райы жақсы ғой. Жүгіруге уақытым жоқ, балаларым бар үйде, одан жұмысым бар дейтін азаматтарға не дейсіз, қыз келіншектерге? Енді сіздің де отбасыңыз бар, сіз де жұмыс бастысыз. Бірақ сонда соған қарамастан отбасыңызбен бірге спортқа жақын адамсыздар, өзіңіз әдетке айналдырдыңыз жүгіруді. Сол адамдарға сонда не дер едіңіз? Дене белсенділігі әрине бізге пайдалы. Оның ішінде жүгіру спорттың ең арзан түрі деп айтар едім. Кез келген адам, егер де оның өзінің қалауы болса, жүгіріп кете алады. Біз бала кезімізден жүгіріп білеміз ғой негізі. Үлкейген кезде, ересек тартқан кезде оны ұмытып кетеміз. Ал оны қайтадан есімізге түсіріп, шнурын байлап, кроссовкидің далаға шығып жүгіру, ол адамға денсаулық береді, энергия береді. Менің ойымша жүгіру өте пайдалы. Енді көбі дене белсенділігімен спортты шатастырып жатады да, спорт пен дене белсенділігімен айналысасың ба десе, жоқ, мен спортпен айналыспаймын деп. Сіз қалай түсінесіз екеуінің айырмашылығын? Спорт, кез келген дене белсенділігі спортпен бірге деп ойлаймын. Бірақ кәсіби мамандар, спортшылар, олар басқа, олардың жүктемесі мүлдем басқа. Ал біз өзіміз үшін болғандықтан, біз әрқайсымыз өзімізге жүктеме жасаймыз. Бізді ешкім мәжбүрлемейді, сен мынанша істе, сен былай істе деп. Ал кәсіби спортшыларда, оларда өзінің тренер берген тапсырмасы бар ғой, тапсырманы орындайды. Бірақ кез келген затты адам бастағаннан кейін бір нәтижеге жеткісі келеді, бір нәтиже көргісі келеді. Сондықтан өзіңді өзің тәрбиелей бастайсың. Ал енді жүгіруге дейін және жүгіруден кейін өзіңіз суға қалай көңіл бөлесіз? Суды көп ішесіз бе? Негізі суды көп ішкенде дұрыс деп жатады ғой, жаттығуға дейін. Жаттығуға дейін егерде су адам ішсе, онда оның пульсы төменірек болады екен. Ал егерде су ішпей қаталап жүгіретін адам, пульсы жоғары болып кетеді да, жүрек қағысы қатты соғып, ол жүгіре алмай қалады. Баяу, таспаққаша жүгіреді. Оны сізге Оны оқып алдым өзім, интернетте қазір барлығы бар ғой, бүкіл ақпарат. Ал егер жүгіріп келгеннен кейін су да ішу керек. Себебі жүгіргенде тер арқылы біздің суымыз шығып кетеді, ылғалдылық жоқ болып қалады. Сол үшін біз су ішеміз. Нұр-Сұлтан қаласының тұрғындарының дене белсенділігіне қаншалықты көңіл бөлетінін байқадыңыз? Бізде осы саябақта өте көп адамдар айналысатын. Дене белсенділігімен қарайсың, біреу велик теуіп жатады, біреу жаңағы тренажерларда өздерінің денесін шынықтырып жатады. Көп адам жүгіріп жүреді, теннис ойнап жатады. Жас ерекшеліктері қандай сонда? Жас ерекшеліктері кішкентай баладан еңкейген кәріге дейін деп айтамыз сондай. Жастары, мамандықтары, бойлары, салмақтары бәрі әртүрлі адамдар. Бірақ бәрін біріктіріп тұрған бір нәрсе бұл спорт. Енді сіздер жаңада әлеуметтік қарым-қатынасқа түсетін шығарсыздар, енді бірге осы бақшада бірге жүгіріп жүргеннен кейін, бірге дене белсенділігімен айналысқаннан кейін, әркімнің мақсаты қандай екен сонда? Мақсаты 90 жасында да белсенді болу, мысалға. Неғұрлым көбірек өмір сүру, және жай өмір сүру емес, белсенді өмір сүру. Жүгіруге қазір барлық жағдай бар.
кез келген біздің осы қаланың өзінде жағдай саябақтар көбейді, мынандай жүгіретін жолдар жасап қойды. Рахмет сұхбатыңызға үлкен. Енді таңғы тілегіңізді айтсаңыз, халықты осындай дене белсенділігімен айналысуға шақырсаңыз, соны айтып жіберсеңіз өзіңіз. Құрметті қала тұрғындары, мен сіздерді таңғы жүгіруге шақырамын. Жүгіру бұл өте оңай, қиын емес деп есептеймін. Себебі әр адам өзінің табиғи болмысынан жүгіре біледі. Біз тек оны ұмытып қалған болуымыз мүмкін, немесе біздің уақытымыз жетпеуі мүмкін, ынта жігеріміз жетпеуі мүмкін. Бірақ бізде бәрі бар. Адам егер өзінің қалауымен бәрін жасай алатынын білсе, онда алдыға жылжиды деп есептеймін.